You are absolutely right. I'm studying it because nowadays we have the problem which is connected with this disease, and we do it because we are studying and working in international projects with the cancer prevention. Яғни бұл дегені енді сізбен біздің сұрақтарымызды енді қазақша жалғастырсақ болады деген сөз ғой, иә? Жақсы, ондай болса, сіз осы Америка құрама штаттарында болып жатқан, яғни осы емдеу сіздің еліңізде қалай жүзеге асырылады, сол туралы айтып өтсеңіз. Біріншіден емдеу алдын ала көмек көрсетеміз. Бұл көмекке ерекше диспансеризация және емделу жатады, және нәрестені туылған кезінде нәрестені ерекше электровирус қасында қамтамасыз ете аламыз, және химиялық терапияны және психологиялық көмек бере аламыз. Бірақ қазір мен науқастардан сұрамақшымын. Сіз қандай дәрігерді Қандай жүрсіз? Біріншіден өзім иммунитетімді көтеретін дәрі-дәрмектер қабылдап жүрмін. Екіншіден дәрігерлер жазып бергенде жетістік уақытша тоқтататын дәрілер ішіп жүрмін. Сізге қазір профессионалдық медициналық көмек қажет. Сол себепті сізге спонсорлық көмек көрсете аламыз, демеушілік, иә? және сол себепті біз сізді Израильге жібереміз. Бұл